Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен қарақұмық қосылған сорпа, яғни гречневый суп дайындайтын боламыз. Әркім әрқалай жасайды, мен де өз жасалу жолымен бөлісейін деп шештім. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, тіркеліп алыңыз. Ең алдымен қазанымызға салқын су құйып, тауықтың бір аяғын салып, бір дана чеснок және 5-6 дана қарабұрыш салып қайнатуға қоямыз. Қайнап шыққан соң көбігінен жақсылап тазартып аламыз. Міне бізде тауық еті пісті. Енді тауықтың етін бөлек алып, сорпамызды жақсылап тазартып аламыз ситаның көмегімен. Сонан соң тазартып алған сорпамызға картошка және қарақұмықты тазалап салқын суда 2 рет жуып салып піскенше қайнатамыз. Осы аралықта қоспасын дайындайтын боламыз. Қызып тұрған майға ұсақтап туралған пиязды салып жақсылап қуырамыз, қызартып. Пиязымыз сарғайып қуырылғаннан кейін үткіштен өткізілген сәбізді салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Сонан соң астын ақырын отқа қойып 5-10 минут бұқтырамыз. Мінеки осымен біздің қоспамыз дайын. Енді жаңа қайнап тұрған сорпамызға салатын боламыз. Енді пісіп дайын тұрған тауық етін видеода көрсетілгендей етіп, ұсақ етіп турап аламыз. Достар, егер де менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сонда менің салған видеоларым бірінші болып сіздерге түсіп отыратын болады. Және де жүрекше белгісін басып, өз достарыңызбен бөлісіп қоюларыңызды сұраймын. Бұдан да басқа да көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Етімізді турап дайындап алдық. Енді жаңа қайнап тұрған сорпамызға салып 5 минут қайнатамыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосасыздар. Мен басында сорпасына тұз салғандықтан қоспасына тұз салған жоқпын. Сорпамыз 5 минут қайнағаннан кейін үстіне укроп салып, тағы 1-2 минут отта ұстайсыздар. Сонымен біздің сорпамыз дайын. Мінеки, осымен біздің сорпамыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және өте тез дайын болатын сорпалардың бірі. Және бұл сорпаны диеталық тағам ретінде де қолдануға болады. Сіздермен болған Фариза. Видеоның соңына дейін қарап менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.